Келесі бізде Mitsubishi L200 ба. 2007 жылғы 2.5 объем 4 миллион 200 деп тұр. 701, 667, 66, 67 и вариант қарастырып қойыпты. Мінекей. Менің ойымша енді мына бағаға стоит деп ойлаймын. Өйткені пикап осы кузовы өз басыма қатты ұнайды. Ауыл жерлерге барып келуге әдемі көліктің бірі деп ойлаймын енді. Жалпы шаруаға керемет таптырмас көлік қой. Чем Нивадан гөрі осыны алған дұрысырақ сияқты. Егер әрине қаражат қалтада жеткілікті болса. Бізде қазақтар енді бұның құдіретін көп түсіне бермейміз ғой. Американдықтар көбірек біледі да бұның қандай қасиеті барын. Мінекей қараңыздар, багажнигінің өзіне бір малды еркін салып апаруға болады. Бұл бізде не екен? Бұл бізде механика. 91 жылғы 2.8, цена 2 миллион 100 дейді. Енді нормальный баға деп ойлаймын ше. Өйткені 3,5 миллион деп тұрған бағалардың қасында мынау нормальный сияқты ғой. Телефон номері 747 429 33 87. Хабарласыңыздар. Адекватный цена деп ойлаймын, өйткені кузовы да таза сияқты. Бізде бұл Audi 100 A6 болғанда бір 3,5 миллион қойып жіберетін еді ше. Бізде универсал Passat. Телефон номерін қалдырып қойыпты. 18 екен, 94 жылға 707 768 арғары не деген? 707 680 38 80 екен. Мінекей. Кімге универсал осы Passat түрі ұнайды? Сол лайк басып, комментарий жаза кетсін. 93 жылғы екен, 1.8 2 миллион 200 деп тұр. 702 389 92 09. Келесі универсал Passat. Бұл неше деп тұр екен? 94 жылғы 1.8 моно дейді, 747 780 80 81 1 миллион 650 мың дейді бағасы. Lada Granta автокөлігі 2016 жылғы екен. 747 069 92 15 па 18 мың. 2 миллион 300 деп қойыпты ценасы. Мінекей. Passat универсал 91 жылғы екен. 1.8 объем. Договорная деп қойып ценасы. 708 328 02 24. Телефон номеріне хабарласып, бағасын сұрап көрсеңіздер болады. Егер осындай көлікті алуға қызығып жүргендер болса, шаруаға жақсы көліктердің бірі ғой енді. Келесі көлік бізде Kia K5 2017 жылғы екен. Объем ештеңесін жазбапты. 707 951 62 86. Мына 194 жылғы Mercedes 3 миллион 800 сұрап тұр ма неме? 3 миллион 800 шынымен де. Объем 2.8 екен. Жақындатып телефон номерін байқайық. 747 383 07 07. 3 миллион 800 94 жылғы көлікке. Егер сізде қалтаңызда дәл қазір
3 миллион 800 болса қандай көлік алар едіңіз? Кезінде мойындаймын ше, мен де осы көлікті айдап көрдім да, стоит болды бағасына ше. Бірақ қазір болды ғой уже. Қою керек ау. Жаңа көліктерге ауысу керек қой. Toyota Avensis көлігі өткен базарда да тұрған еді. Базар күні көрген едім осыны. 2006 жылғы 2 куб екен. 4 миллион 500 деп тұр. 2006 жылғы көлікке. Ол Toyota Avensis. Өте сенімді көліктердің бірі. Opel'ге кезек берейік. Бұл бізде 2000 жағында да қазір 2001 жылғы 1.8 автомат газ бензин екен. Цена 3 миллион 600 дейді. 2001 жылғы көлік бұл. 771 так. Қанша деген 771 150 02 02 екен. Телефон номері. Не? Opel бұл бізде қандай? Meriva ма? Келесі бізде VAZ 2110 десятка. Номерін жазып кетті мінеки. 778 597 71 17. 2007 жылғы екен. Бұл бізде автомат десеңді механика. Әрине жауып кеткен. Ішкі көрінісін көре алмаймыз. VAZ 21099 автокөлігі. Цена договорная деп қойыпты. 778 597 71 17. Екеуі де бір кісінің автокөліктері екен. Көбінесе жастар алады. Ауылдағы кісілер бар. Ауылда, яғни малға салу үшін алады көбісі, байқаған. Неке бізде 99-ның артық көрінісі. Мына Ниваларды алдын. Бірінші түсірген кезде келген едім ше. Бұлар мына жақта сыртта тұрған еді. Номерлер ғана қалдырыпты да. 778 233 24 24. Неке номеріне хабарласып көріңіздер. Бағасын жылын бәрін сұрай бересіздер. Ешқандай басқа ақпарат қалдырмаған. Келесі бізде Hyundai Starex көлігі 2014 жылғы 2.4 объем. Бағасы 10 миллион деп қойған ба? 771 324 44 24. КПП механика дейді. И бензин. Газға не ұрмапты да. Галочка ұрмапты. Газ жоқ. И задний ведущий. Бағасы 10 миллион теңге. Негізі жақсы көлік. Бірақ бұны бізде отбасылық көлік емес, такси ретінде қолданады да бәрі. Hyundai Tucson. Бұл бізде 2014 жылғы 127 пробег дейді. 2 объем 7 миллион 850 дейді. 775 777 502 99 94. Мінекей. Келесі бізде Chevrolet Monza 2023 жылғы пробег 59 километр дейді. 1.5 7 миллион 350 мың. 777 303 1303. Бұл жаңа көлік Chevrolet Monza. Походу өткенде бұны базар күні түсірдім мен ше, өткені без пробега деп мына қатарда тұрған еді. Қазір үшеуінде қатарынан түсіріп шығайын. 3 его Матизда.
Ай баран қайда қойасың. Мінекей Монзаның артқы виді да алдыңғы мынау бұрылғыш шамдарының түсіп тұратында жанған кезде өте әдемі көрінеді. Келесі мына 3 Матизді қатарынан түсіре кетейік. Бірінші тұрған Матиз бізде 2014 жылғы 2 миллион 550 747 711 59 93. Ол бізде қазір көрейік автомат екен. Сондай өздері бопаши болып тұр ғой. Одан кейінгі Матизге өтейік. Екінші Матиз бізде бұл автомат бекен. Еш нәрсе жазылмапты өкінішке орай. Төбесінде де жазылмаған. Восточный Өзбекстан деп қойыпты. Автомат екен бұл көлікте. Автоматы жақсы негізі механикадан көрші. Келесі Матиз. Көрейік күн бағасын. 2.4 торг деп қойыпты. 707 423 34 45. Хабарласыңыздар. Бұл Матиз негізінде экономичный көлік дейді. Сіз солай ойлайсыз ба? Как обычно жейтін сияқты бұл да негізі. Келесі мына бір сиеналардың бағасы жазылыпты. Өткен базарда неге жазылмаған еді. 2015 жылғы екен. Автомат коробка 3.5. Свет грей дейді. Сұр. Бензин. Винкод жазбаған. Цена 15 миллион 490 мың дейді. Мінекей. Өте әдемі отбасылық көліктердің бірі. Келесі сценаға кезек берейік. Бұл бізде 2015 жылғы автомат 3.5 дәл сондай бағада. Керемет. Түсі сәл өзгешелеу секілді ма, бірақ түстерін бірдей қылып жазып қойыпты да. Грей деп.